Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін мен сіздерге өте дәмді қытырлақ самсаның қалай түйілу әдісімен бөлісетін боламын. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін өткізбей қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздерге уйгурская самсаның дәл осылай түйілу әдісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Самсаның тестасының рецепті менің YouTube каналымда бар. Сілтемесін описание бөліміне қалдыратын боламын. Ең алдымен домалақ қамырымызды жайып аламыз, тестамызды, және де бір жаққа қарай, жанына қарай начинкасын саламыз, және қолдың көмегімен дәл осылай жан-жағын басып шығатын боламыз. Екі қайтара басыңыздар, сонда ашылып кетпеуі қажет. Дәл осылай қолдың көмегімен қайырасыздар, басасыздар, түйесіздер, қайырып, басып, түйу арқылы дәл осындай самсаның жасай алатын боласыздар. Алғашында қиын болуы мүмкін, және де қолыңыздың икемі келмегенде қиындау болып көрінуі мүмкін, бірақ біраз түйіп үйренгеннен соң қолыңыз тез арада үйреніп кетеді. Қамырымыз жұмсақ болғаны өте жақсы, және де тез арада дәл осындай түйіп жасай алатын боласыздар. Міне көрдіңіздер ме, өте керемет, әдемі болып шығады. Келесі кезекте тағы да жақыннан көрсетейін. Ең алдымен басасыздар, бас бармақпен, екінші саусақпен қайырасыздар. Бас бармақпен басасыздар, екінші саусақпен қайырасыздар, яғни сұқ саусақпен. Дәл осы әдісті қайталай отырып, барлық бөлігін дәл осылай түйіп шығатын боласыздар. Алғашында қиын болуы мүмкін, бірақ қолыңыз біраз осылай үйренгеннен соң, бір-екі самсаны түйіп болғаннан соң, тез арада үйреніп кететін болады. Дәл осылай басып, қайтадан қайырып, басып, қайырып отырып, дәл осылай керемет самсаны түйіп шыға аласыздар. Өте керемет, дастарханның сәнін келтіреді, және де асты ешқандай жабысып, сөлі ағып, суы ағып кетпейтін болады. Келесі кезекте барлығын түйіп болғаннан соң, міндетті түрде самсамызды жұмыртқаның сарысымен немесе жұмыртқаны толықтай араластыра отырып, дәл осылай бетіне жағып шығасыздар. Және де жағып болғаннан соң, өз қалауларыңызша бетіне күнжут немесе мақ қоссаңыздар болады. Күнжут қоссаңыздар, дастархан сәнін келтіріп, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде күнжуты қосып көріңіздер. Және де керемет әдемі болып шығады. Дәл осы кезде самсамыз пешімізді 180-200 градусқа қыздырып, алдын ала қызып тұрған пеште самсамызды 25-30 минутта қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.